Армағайын, әрбір қазақстандық мемлекеттік қызметке қызығады. Алайда бұл салаға қалай келудің жолын білмейтін анық. Ендеше түбектің төл арнасы Қазақстан Республикасының мемлекеттік қызмет істері және сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл агенттігімен бірлесе отырып, жаңа жобаны көрермен назарына ұсынады. Эфирде мемлекеттік қызмет хабаршысы. Бізбен бірге болыңыздар. Бағдарламаның алғашқы санының айтары мемлекеттік қызмет туралы департамент басшысының сұхбаты. Маңғыстау өңірінде мемлекеттік қызметке келушілердің саны өте төмен. Көбісінің ойы мұнайлы өлке. Барлығы мұнай саласына кетеді дейді. Менде бір сұрақ. Неге сол мұнайлы салада мұнайшы ата-ананың елім деп, халқым деп қызмет жасайтын бір патриот ұлы мен қызы жоқ деген ой? Мемлекеттік қызметке келу тәртібі. Бос лауазымдарға үміткерлермен әңгімелесу қалай жүзеге асады? Конкурстық комиссия бос әкімшілік мемлекеттік лауазымдарға орналасуға, конкурсқа қатысуға өтініш берген үміткерлердің құжаттарын, біліктілік талаптарына сәйкестігін анықтады. Арнамызбен бірге болыңыздар. Әңгіменің әлқиссасы мемлекеттік қызмет қандай іс, оның ауқымдылығы қаншалықты деген сұрақтарға жауап беруден бастауды жөн көрдік. Бұл үшін бізге Қазақстан Республикасының мемлекеттік қызмет істері және сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл агенттігінің Маңғыстау облысы бойынша департаментінің басшысы, әдеп кеңесінің төрайымы Жанназарова Нұргүл Алмасқызы көмекке келеді. Нұргүл Алмасқызы, сәлеметсіздер, қалайсыздар? Іске сәт дейміз. Нұргүл Алмасқызы, жалпы мемлекеттік қызметші деген қандай болу керек? Мемлекеттік қызметтің ауқымы қандай деген сұрақтарға жауап беруден бастасақ ең алдымен. Жалпы мемлекеттік қызметші өзінің лауазымдық міндеттерін орындай отырып, өзінің сол халыққа қызмет етіп жатқандығын ең бірінші сезіне білу керек. Яғни күнделікті атқарып отырған жұмысы ол тікелей тұрғындарға қатысты. Яғни барлығы халыққа байланысты. Соны терең сезіне білетін және мемлекет мүддесі үшін мемлекеттің дамуына өзінің үлесін қосып жатырмын деп есептеген кез келген маман, ол нағыз лайықты мемлекетші, жаңа мемлекеттік қызмет деген атаққа лайық деп ойлаймын. Жалпы мемлекеттік қызметшінің бойында ең бірінші тазалық болу керек. Ол өзінің қызметіне адал болу керек. Кез келген құжатпен жұмыс кезінде, кез келген жеке және заңды тұлғалармен жұмыс жасаған кезде ол адамның бойында таза еңбекпен өзінің бар білігін, білімін, жылдар бойғы жинаған тәжірибесінің барлығын өзінің алдына келген, қызмет сұрап келген тұтынушыға барынша көмегін аямайтындай болу керек. Бұл бірінші қасиет. Одан кейін жалпы мемлекеттік қызметшілер жедел шешім қабылдай білу керек. Өйткені кез келген жағдайда уақыт күттірмейтін нәрселер болады. Енді мемлекеттік органдарда жұмыс істегеннен кейін жедел шешім қабылдап және жедел, нақты, әділетті шешім қабылдауды дамытпауымыз керек. Өйткені барлық мемлекеттік қызметшінің іс-әрекеттерінің барлығы бізде Қазақстан Республикасының заңнамамен бәрі реттеліп қойылған. Сол заңнаманың шегінде өзінің лауазымдық міндеттемелерінің аясында солай жұмыс жасау керек. Сонымен қатар мемлекеттік қызметшілер өзінің жауапкершілігін сезіне білу керек. Өзінің мойнындағы міндетті мен емес, әсет жасасын, немесе жансая жасасын деп көрші кабинетте отырған, немесе өзінің бір ұжымдас әріптесіне ысырып салатын болса, ол тағы да біздің мемлекеттік қызметшілерге жат қылық. Жалпы енді мына бүгінгі әңгімемізді облыстың барлық тұрғындары көреді ғой, сондықтан мен айтқым келеді. Маңғыстау өңірінде мемлекеттік қызметке келушілердің саны өте төмен. Орташа республикалық көрсеткішке қарағанда. Сол неліктен деген мен жауап іздеп жатырмын. Көбісінің ойы мұнайлы өлке. Барлығы мұнай саласына кетеді дейді. Менде бір сұрақ. Неге сол мұнайлы салада мұнайшы ата-ананың елім деп, халқым деп қызмет жасайтын бір патриот ұлы мен қызы жоқ деген ой? Сондықтан міне сол ұлдар мен қыздарды оқуын бітірді, жоғары білімін алды, дипломды қалтаға салып, мұнайдан жұмыс күтіп жата бермей, мемлекеттік қызметке келуге шақырғым келеді. Қазір бұл бағытта біз біраз жұмыстар жасап жатырмыз. Себебі
бұған дейінгі жаңағы мұнай саласы мен мемлекеттік қызмет саласындағы ара жігін айтатын болсақ, көбісінің айтатыны сол лауазымдық жалақысына байланысты деп. Ал бізде алдағы жылы 100 нақты қадам жоспарына сәйкес, білесіздер, 5-6 қадамдарында еңбекақы жүйесін өзгерту, яғни түбегейлі өзгерту. Біздерде қазір еңбекақы жүйесі бұрынғыдай жаңағы лауазымдық өтіліне және атқарып отырған қызметінің санатына байланысты ғана емес, ол қазір жасаған жұмысының нәтижесіне байланысты болады. Бағалау бойынша. Және лауазымдарының белгілі бір дәрежеде болуына байланысты. Кез келген жас маман қазірден бастап төменгі лауазымнан мемлекеттік қызметті бастайтын болса, осы жастан бастаса ертерек дейсіз. Ертерек бастап, өзінің жаңағы тәжірибесін жинай бастаса, алдағы уақытта жаңағы кез келген жеке сектордағы, квази мемлекеттік сектордағы мамандардан жоғары лауазымды жалақы алады деген сенім бар, үміт бар, сондай жоспар бар. Енді мемлекеттік қызметтің өзін қамтитын салалары бар. Мысалы, білім саласы дейміз, медицина саласы. Қай салалар толығырақ атап өтсеңіз, мемлекеттік қызметшілерге жатады? Облыстық деңгейде, жергілікті жерлерде, өңірлерде ол біріншіден облыстық әкімдіктен басталады. Облыс әкімі аппараты, одан кейін облыстық басқармалар. Бұлардың барлығы облыстық атқарушы органдар құрамына кіреді. Одан кейін өздеріңіз білесіз, бізде 5 аудан бар және 2 қаламыз бар. Сол аудан және қала әкімдер аппараттарының құрылымы болады, және соған сәйкес жергілікті аудандық атқарушы органдар бар. Ол мысалы аудандық білім бөлімі, аудандық жер қатынастары бөлімі, немесе ауыл шаруашылығы ветеринария бөлімі деген сияқты жеке-жеке бөлімдер. Атқару органдары деп айттық, атқарушы органдар. Оның ішінде облыстық білім басқармасы, облыстық дене шынықтыру және спорт басқармасы, денсаулық сақтау басқармасы, жер қатынастары басқармасы. Мінекей соның барлығы құралып келген кезде мемлекеттік қызметшілердің құрамынан тұратын мемлекеттік аппаратты құрайды. Яғни қазіргі күнгі айтып жүрген мемлекеттік кәсіби аппаратты құру, оны одан ары қарай қалыптастыру деген мәселе осы қызмет органдарына, осы мемлекеттік органдарға қатысты. Ал одан кейінгі енді халыққа қызмет көрсету орталықтар бар, оларды біздер бөлек, ол үлкен әңгіме бөлек, ол азаматтық қызметкерлер болып табылады. Сіздің өзі осы облысыңызға қызметке келгеніңізге көп болған жоқ, бірақ нәтижелі жұмыстар жүргізіп жатсыз. Жалпы мынандай жақсы кабинет, мемлекеттік жақсы қызметкерге лайықты жұмсақ орындыққа қол жеткізу қазір көпшілік ойлайды, әкесі бар, көкесі бар, ағасы бар жандар ғана осындай қызметке келеді дейді. Сіз қалай келдіңіз және осы пікірге өзіндік азаматтық ұстанымыңыз айтады? Өте орынды сұрақ. Қазір кез келген жерде отбасында, отбасылық шараларда немесе жүрген жерлерімізде көп естеміз. Мемлекеттік жоғары лауазымдарға орналасып жатқан жандар туралы жаңсақ пікірде болады. Мен өзім айтар едім, қарапайым бас маманнан бастап облыстық деңгейде, содан әрі қарай орталық деңгейде барлық осы сатылардың барлығын өтіп, қазіргі айтып жүрген меритократия қағидасы бойынша қазір мінекей осы лауазымға дейін әбден өзімнің білігімді шыңдап, облыстық деңгейде орталық атқарушы органдардың құрамында және біздің агенттіктің орталық аппаратында осы сала бойынша терең талдау, мониторинг жасау саласында жұмыс жасай отырып, енді сол жерден үйренген білімімді өңірде келіп жүзеге асыру үшін неке басшылық агенттік басшылығы осылай мені осы лауазымға тағайындады. Және бұл бірден бір жаңағы өзіңіз айтқан сатылап өсу деген жаңағы қағидаға, ұстанымға сәйкес. Жаңсақ пікірдегі жандар, олар өздері ол мемлекеттік қызметке келіп көрмеген. Олар тек естіген. Бірақ естігеннен гөрі көзбен көріп, қолмен ұстағанға сенген дұрыс болады. Менің айтатыным, қазіргі күні жоғары оқу орнын немесе арнаулы орта оқу орнын бітіріп, өзінің дипломдарын қалтасына басып алып, жаңағы жұмыс күтіп, жұмыс жоқ деп жүргеннен гөрі бізде тестілеу орталығы бар. Соған келіп, өзінің бағын сынап, мемлекеттік қызмет заңнамаларына байланысты тест тапсырып, сосын барып, біздің сайттардағы бар конкурстарды қарау керек. Түк қиындығы жоқ.
Және қазіргі күні бізде өзге өңірлерге қарағанда Маңғыстау өңірінде бос орындардың саны 2 есеге көп болып тұр. Былтырғы жылдың 9 айының қорытындысы бойынша барлық мемлекеттік органдардың штаттық санынан 14% бос орын болған. Қазіргі көрсеткіш, яғни үстіміздегі жылдың 9 айы бойынша ол 13% құрап тұр. Аз көрсеткіш емес. Әрбір мемлекеттік органда жылына ауысатын, келетін, кететін адамдардың есебімен орташа есеппен 7-8%-дан аспайды. Республикалық көрсеткіш. Ал біздегі жағдай ол 2 есе көбейіп тұр деп айта аламыз. Сондықтан осы бос орындарды азайту жолында және халықпен тығыз жұмыс жасай отырып мемлекеттік қызметке келіңіздер. Өйткені мемлекеттік қызметтің біріншіден тұрақтылығы, екіншіден халыққа қызмет жасап, өзінің бар білгенін, өзінің азаматтық ұстанымын осы мемлекеттік қызметпен үйлестіріп ұштастырған азаматтың менің ойымша ол отансүйгіштігі көрініп тұрады. Күнделікті жұмыс уақытында мен 31-ші шағын ауданда 5-ші ғимаратта күн ұзағына адамдарды қабылдаймын. Яғни азаматтарды қабылдаймын. Міне осы азаматтарды қабылдауға келуге болады. Біздің департамент қызметкерлері қашан да халыққа қызмет көрсетуге әзір екендігін қосып айтып жатырмын. Үлкен рахмет сұхбатыңызға. Әлде бұл соңғы сұхбатымыз емес деп ойлаймыз. Халыққа, жалпы жастарға айтар пікірлеріңізді әлде азаматтық үніңізді қосасыз деген үміттеміз. Ал біз келесі айларымызға кезек береміз. Ақтауда мемлекеттік көрсетілетін қызметтер жәрмеңкесі өтті. Шараға әр саланың мамандары қатысып, қала тұрғындарына көрсетілетін мемлекеттік қызметтердің қолжетімділігі туралы түсіндірді. Сондай-ақ ешқандай пара бермей, тиісті қызметтерді тиімді пайдалану жөнінде де айтылды. Өйткені пара беру және оны алу қылмыстық іс ретінде қаралады. Сондай-ақ шара барысында ақтаулықтардың 30% ғана электронды қызметті қолданатыны айтылды. Бұл тым төмен көрсеткіш. Сондықтан олардың санын арттыру керекпіз дейді мамандар. Шараға түрлі саланың жетекші мамандары қатысып, мемлекеттік қызмет көрсетудің сапасын арттырудағы жаңа технологиялармен қалай жұмыс істеу керектігін көрсетті. Мұндай жәрмеңке алдағы уақытта қала аудандарды да өтпек. Жастар жемқорлыққа қарсы. Осындай ұранмен Ақтау қалалық нөмір 5 мектепте арнайы акция өтті. Іс-шараның мақсаты жемқорлыққа антимәдениетті қалыптастырып, парақорлыққа қарсы қозғалысқа тарту. Шара барысында этномәдени бірлестігі мен қоғамдық ұйым мүшелері сөз сөйлеп, жемқорлықтың зияны жайлы тілге тиек етті. Жиын соңы жемқорлықсыз болашақ жастардың қолында атты мерекелік концертке ұласты. Бұдан бөлек ұйымдастырушылар сыбайлас жемқорлықтың себептерін анықтап, оларды жою жұмыстарын күшейту акциясын өткіземіз дейді. Мемлекеттік қызметке келу тәртібі. Сіздің мемлекеттік бос лауазымдарға қызметке орналасуыңыз төмендегідей тәртіппен жүзеге асады. Ең алдымен мемлекеттік қызметке орналасу Қазақстан Республикасының мемлекеттік тіл және заңнаманы білуге арналған арнайы тесттен өтеді. Тестке қатысу үшін байқау жүргізілетін күнге дейін бір күннен кешіктірмей үміткер егов порталы немесе азаматтарға арналған үкімет акционерлік қоғамы арқылы өтініш тапсыру қажет. Бұл үшін сізге тек қана жеке басыңызды куәландыратын құжатыңыз жеткілікті. Тіркелу кезінде өзіңізге қажетті бағдарламаны таңдап, сынақ тапсыратын күніңіз бен уақытыңызды белгілеңіз. Сәтті тіркелімнен соң растаушы қолхат беріледі. Белгіленген күн мен уақытта жеке куәлікпен және тіркелуден соң берілген қолхат арқылы тестілеу залына келесіз. Тестілеуден өтіп, сол мезетте сынақ қорытындысын аласыз. Оқу орнын аяқтаған немесе жаңа қызметке орналасқысы келетін тұлға бос мемлекеттік лауазымдарды мемлекеттік қызмет істері және сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл агенттігі Маңғыстау облысы бойынша департаменті сайтынан қарайды. Тестілеуден сүрінбей өтсеңіз, сізді арнайы құрылған комиссия шегінде қызметке қабылдау әңгімелесуіне шақырады. Осы тәртіптер бойынша жақсы көрсеткіш көрсеткен үміткер өзі таңдаған қызмет орнына жолдама алады. Есіңізде сақтаңыз, әрбір қазақстандық мемлекеттік қызметке келе алады. Қызметке орналасу ашық та әділ жүргізіледі. Мемлекеттік қызмет хабаршысы бағдарламасының тағы бір бөлімі байқау деп аталады. Әрбір мемлекеттік қызметке
тұрушы азамат немесе азаматша мемлекеттік емтихан сынақтарын тапсырғаннан кейін міндетті түрде орналасушы өзі жұмысқа орналасатын мекемеден кеңесу, сөйлесу бөліміне өтеді. Мемлекеттік кірістер департаментінің Маңғыстау облыстық филиалында біз 12 орынға 25 үміткер қатысуда. Үміткерлермен бірге кеңес алып өтейік. Кіріңіздер. СР-5 санаты бойынша 7 бірлік, оның ішінде 2 бірлік уақытша орын. Департаменттің бос әкімшілік мемлекеттік лауазымдарға орналасуға жалпы конкурсқа өтініш берген 57 үміткер. Конкурстық комиссия бос әкімшілік мемлекеттік лауазымдарға орналасуға, конкурсқа қатысуға өтініш берген үміткерлердің құжаттарын, біліктілік талаптарына сәйкестігін анықтады. 57 үміткер келесі кезеңге әңгімелесуге жіберілетіндігі жөнінде шешім қабылдады. Бүгін 32 үміткермен әңгімелесу өткізіледі. Мінекей мемлекеттік кірістер департаментіндегі үміткерлерге арналған байқау басталды. Дәл қазір алғашқы қатысушымыз, алғашқы талапкер кеңес залына өтіп, комиссия мүшелерімен сөйлесуді бастады. Біз қалған үміткерлерімізбен амандасайық. Сәлеметсіздер ме? Қош келдіңіздер. Есіміңіз кім болады? Біріңізбен әңгімелессек. Есіміңіз? Ақшагүл. Жасыңыз қаншада? Қайдан келдіңіз? Жасым 25-те. Қандай оқу орнын тәмамдадыңыз? Ақтауский колледж. Ақтау қалалық колледжін тәмамдадыңыз. Қандай мамандықта? Заңгер. Кеңесші заңгер. Кеңесші заңгер. Осы кезге дейін еңбек өтіліңіз болды ма? Қандай да бір мекемелерде жұмыс жасадыңыз ба? Маңғыстау облысы бойынша әділет департаментінде 1 жыл жасадым, бірақ ол штатный сотрудник болған жоқ. Штаттан тыс маман болып қызмет еттіңіз. Маман көмекшісі және кеңесші болып жұмыс жасадым. Қазіргі сіз осы кірістер департаментінде қызықтырып отырған қандай орын, қандай лауазым? 3 лауазымға тапсырдым. СО6 санаты. Ведущий специалист дейді. Болған тапсырдым. Осы мамандыққа енді жалпы осының бәрі қандай қызмет болсын, осы мемлекеттік сала болсын, мемлекеттік қызметші, бұйыртса жұмысқа орналасып жатсаңыз, мемлекеттік қызметшіге атақ аласыз. Жалпы мемлекеттік қызметке келудегі мақсатыңыз қандай? Мемлекетке және халқыма қызмет ету. Ол мемлекеттік қызметші қандай болу керек деп ойлайсыз өзіңіз? Әдеп кодексіне сәйкес болу керек, және осы Қазақстан Республикасының конституциясына сай болу керек. Яғни ешқандай сыбайлас жемқорлыққа жол бермеу керек, заңда көрсетілген барлық нормалар сақтау керек деп ойлаймын. Бәрекелді, біз сізге Ақшагүл сәттілік тілейміз. Қасиетті 7 саны бойынша қазір кеңес залына өтеді екенсіз. Сәттілік серік болсын дейміз. Рахмет сізге сұхбатыңызға. Мінекей, құрметті көрермендер, біз енді Ақшагүлдің кеңес залынан шыққанын өтеміз. Оған дейін арамызбен бірге болыңыздар. Мінекей, біздің Ақшагүл шықты, біраз күттік. Көңілге қалай өтті? Қобалжыдым, бірақ болады. Қандай сұрақтар болды? Өзіңіздің жеке қасиеттеріңізге байланысты ма, әлде жаңа орналасып өткен қызметіңізге байланысты? Қызметке де байланысты, заңға, налоговый кодекс, таможенный кодекс бойынша мен тапсырып жатқан мемлекеттік қызметтік лауазымына байланысты сұрақтар көбінесе. Сүрінбей жауап бере алдыңыз ба? Білмеймін, ол комиссия мүшелері шешеді оны. Бірақ өзіңізге сенімсіз. Қобалжу бар. Сізге сәттілік тілейміз. Сіз алдағы уақытта мемлекеттік қызметтен көрейік. Рахмет. Сәттілік.
Мінекей, кірістер департаментіндегі қызметке ынталы үміткерлермен әңгімелесу аяқталды. Біздің кейіпкеріміз Ақшагүл Мұратбаеваның нәтижесін келесі хабарымызда айтатын боламыз. Және алдағы уақытта біздің аяғымыз жеткен әрбір байқау, әңгімелесудегі қатысушылардың қызметке келу барысын тұрақты бақылауда ұстап, арнамыздан көрсетеміз. Келесі әңгімелесу Маңғыстау облысының статистика департаментінде өтті. Сегодня в Департаменте статистики Мангистауской области было проведено собеседование на занятие вакантной должности на общих основаниях. На должность было претендовано 6 кандидатов в разных отраслях. По ценам это управление цен, в управлении труда и занятости вакансия, в управлении финансов, Караганское районное управление статистики, специалист, юридическое управление. Собеседование прошло на довольно-таки хорошем уровне. Специалисты, кандидаты пришли подготовленные к этому самому. Единственное, на одну вакантную должность не пришел специалист, кандидат, так как по личным обстоятельствам он попал в больницу. Поэтому считаем, что конкурс прошел нормально. Поступление – это уже третий этап, как говорится. Первый этап – это внутри госоргана было. Второй этап – среди других госорганов. Это завершающий третий этап. На завершающий этап пришло 6 кандидатов. Это довольно-таки хороший показатель для нас. Мемлекеттік қызмет мінсіздікті талап етеді. Егер де сіздің қандай да бір мемлекеттік қызметшінің өз ісіне көңіліңіз толмайтын болса, шағымыңыз болса, Қазақстан Республикасының мемлекеттік қызмет істері және сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл агенттігінің Маңғыстау облысы бойынша департаментінің сенім телефонына хабарласып, өз шағымыңызды жеткізе аласыз. Сенім телефоны 872 92 30 30 39. Мемлекеттік салада еңбек етіп, елдің даму көрсеткішін еселеп жүрген жандар аз емес. Олар өз мамандығын осы салада қызмет жасаған мақтан тұтады. Өз мамандығын шын сүйіспеншілікпен атқара алған адам ғана өзінің биік шыңдарына қол жеткізеді. Ендеше сол жандармен таныс болыңыздар. Мен Мугалова Роза Демегенқызы. Ең алғашқы мемлекеттік қызметші болып, Мұнайлы ауданының әкімінің аппаратынан бастаған болатын. Өзіңізге белгілі, Мұнайлы ауданы жалпы жаңадан құрылған аудан, елбасының жарлығымен 2007 жылы ашылды. Осы ауданда көптеген бос орындар көп болатын. 2007 жылы оқу орнын бітіріп, алғашында Мұнайлы ауданының экономика және бюджеттік жоспарлау бөлімінде бас маман қызметіне тағайындалған болатын. Енді әрине мемлекеттік қызметші ең бірінші өзінің тестілеуден өтеді, әңгімелесуден өтеді. Сол этаптардан өтіп, бас маман қызметінен бастаған болатынмын. Енді өздеріңізге белгілі, елбасының қазіргі таңда 100 нақты қадам ұлт жоспарына сәйкес мемлекеттік кәсіби аппаратты құру. Соның 15-ші қадамына сәйкес барлық мемлекеттік қызметшілер кешенді аттестациядан өткен болатын. Осы жылы барлығымызды аттестацияны өтіп, аудандық деңгейде, яғни комиссияда мен өзімнің қазіргі атқарып отырған жұмыс қызметімен лауазымды жоғарылату қорытындысын алған болатынмын. Енді қазіргі таңда Мұнайлы аудан әкімінің аппаратында мемлекеттік көрсетілетін қызметтер сапасын мониторингі және бақылау бөлімінің басшысы қызметіне тағайындалдым. Енді мемлекеттік қызметші болу өте оңай шаруа емес, өйткені қанша лауазым жоғарылаған сайын соншалықты жауапкершілік жүктеледі. Мен мемлекеттік қызметші болғаныма өте мақтанамын, себебі барлық елбасымыз айтады ғой, болашақ білімді жастардың қолында деп. Енді жастарымызды елдің патриоты болам десеңіздер, халыққа қызмет, сапалы қызмет көрсетемін десеңіздер, осы мемлекеттік қызметші болуға шақырамын. Жалпы мемлекеттік қызметте қазіргі таңда көптеген жағдайлар жасалып жатыр. Өйткені жақсы қызметіңді атқаратын болсаң, бағалау жүргізіледі әрбір қызметке. Сол нәтижесіне сәйкес еңбек жалақысы да, яғни еңбек ақысы төленетін болады. Енді барлық жастарды мемлекеттік қызметші болуға шақырамын.
Мен Қыпшаназарова Ақтолқын Наурызбайқызы. Қазіргі таңда Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігі агроөнеркәсіптік кешеніндегі мемлекеттік инспекция комитетінің Маңғыстау облыстық аумақтық инспекциясында кадр ұйымдастыру құқықтық қамтамасыз ету бөлімінің басшысы қызметінде жасаймын. Мен мемлекеттік қызметке 2007 жылдың қаңтар айынан бастап кадр жөніндегі жетекші маман лауазымынан бастадым. 2013 жылы Мұнайлы аудандық аумақтық инспекциясында кадр жөніндегі бас маман лауазымына ауыстым. 2012 жылы осы Маңғыстау облыстық аумақтық инспекциясының бас маманына ауысты, кадр ұйымдастыру құқықтық қамтамасыз ету бөліміне. Ал 2014 жылдан бастап осы бөлім басшысы қызметін атқарып келемін. Осы мемлекеттік қызметті атқарып жүргенде көптеген үйренген тәжірибелеріміз бар. Және осы мемлекеттік қызмет саласына қызмет атқаруға қазіргі бітіріп атқан жас түлектердің барлығын шақырамын. Осы мемлекетке қызметке келгелі мен мысалға өз басынан айта кететін болсақ, мысалға үй кезегіне тіркеліп, пәтерлі болдым. Осы мемлекеттік қызметтің бізге берген бір жақсы нәтижесі деп есептеймін. Мен Әлібекова Айгерім Қатарбайқызы, Жаңаөзен қаласы әкімінің аппараты мемлекеттік мекемесінің персоналды басқару бөлімінің бас маманы боламын. Осы саладағы еңбек өтілім 1,5 жыл. Мемлекеттік қызметке келуімнің басты себебі мемлекеттік билік саясатын жүзеге асыру. Қазіргі таңда елбасымыз Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаевтың 100 нақты қадам ұлт жоспарына бойынша меритократия қағидасы алға қойылған. Яғни меритократия дегеніміз төменнен жоғары қарай сатылы көтерілу. Осы орайда жастарды мемлекеттік қызметке шақырамын. Ұстанымым басты міндет халыққа қызмет. Мен мемлекеттік қызметші екенімді мақтан тұтамын. Міне ағайын, өздеріңіз тамашалағандай жаңа жобаның айтары көп. Егер сізді мемлекеттік қызмет қызықтырса, осы салаға байланысты қандай да бір көкейіңізде сұрақтар болса, біз жауап береміз. Ең бастысы мемлекеттік қызмет баршаға міндет. Эфирде келесі жүздескенше ағайын.